Наурыздың 6 күні Арайлы ауылының жалпы орта білім беретін мектебінде тарих пәні мұғалімдерінің аудандық семинары ұйымдастырылды. Семинарға аудандық білім бөлімінің әдіскері Еркебұлан Сәрсенғалиұлы және аудандық тарих пәндерінің әдістемелік бірлестік жетекшісі Айнагүл Қадырханқызы қатысты. Бұл семинар тәжірибе алмасу кезеңі болғандықтан ауданның тарих пәні мұғалімдері, айта кетсем, Әсел Нұрланова, Ануар Нығыметов, Бақытгүл Бұқанова, Нұргүл Аманжолова, Әсел Жанұлы, Мұрат Төлебаев, Күлшат Ермұхамбетов және Арайлы ауылының тарих пәнінің мұғалімдері Айнұр Алимбаевна мен Эльмира Темиржановна ашық сабақтарын жақсы деңгейде өткізді. Пән мұғалімдерінің қолданған әдіс-тәсілдері тиімді болды. Ашық сабақтарды бақылау мақсатында келген сарапшы топ әр мұғалімнің өткізген сабақтарына талдау жасады. Олар Айнұр Көкенай, Айбар Байменов, Сәуле Уәлиева, Гүлден Алпысовна және Айнагүл Қадырханқызы. Аудандық тарих пән мұғалімдерінің әдістемелік бірлестік жетекшісі Айнагүл Қадырханқызы семинарды қорытындылай келе, тарих пәнінің мұғалімдерінің ашық сабақты өткізгендігі туралы куәлік табыстады. Сонымен қатар семинардың ұйымдастырылуына үлес қосқан директордың оқу тәрбие ісінің орынбасары Айнаш Қуанышқызын алғыс хатпен марапаттап, мектеп директоры Майра Жамболқызына алғыс білдірді.